Сәлеметсіздер ме? Мен каналыма қош келдіңдер. Каналыма тіркелгендеріңізге көп рахмет. Осы каналда мен қазақ тілінде ақпараттармен бөлісе отырамын. Яғни осы видеода мен ЕСП мен декретке. ЕСП дегеніміз бірыңғай жиынтық төлемі. 2022 жылы ЕСП мен декретке шығу жайлы айтып беремін. ЕСП дегеніміз бірыңғай жиынтық төлем, яғни БЖТ. 2019 жылдан бастап Қазақстанда бірыңғай жиынтық төлемі енгізілді. Ол өзін жұмыспен қамтитын кісілер үшін өте жақсы төлем болып табылады. Яғни ол өзіне 4 міндетті төлемдерді біріктіреді. Біріншісі жеке табыс салығы, екіншісі мемлекеттік әлеуметтік сақтандыру қорына әлеуметтік аударымдар, үшінші зейнетақы төлемдері, төртіншісі ол міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру қорына аударымдар болып табылады. Яғни сіздер ЕСП мен декретке шыға аласыздар. Бұл кезде сіздердің айлықтарыңыз орташа ең төменгі айлық болып саналады, 60 мың теңге деп есепке алынады. Енді ЕСП мен декретке шығу үшін өз табысын заңдастырудың қажеті болмайды және ешқайда құжат тапсырмайсыз. Сіз бұл төлемді небары үйде отырып, жаңағы Каспиймен төлеу арқылы төлей аласыз. Және бұл қала үшін төлем 3063 теңге болады, ауыл үшін 1531,5 теңге тең болады. Енді ЕСП мен декретке шыққан кезде до родовой аласыздар. Яғни 30 аптаға толған кезде сіздер до родовой деген аласыз. Оның суммасы, егер сіз 1 ай төлеген болсаңыз 18.900 аласыз. Егер 2 ай төлеген жағдайда 37.800 теңге аласыз. 3 ай төлесеңіз 56.700 теңге аласыз. 4 ай төлеген жағдайда 75.600 аласыз. 5 ай төлесеңіз 94.500 аласыз. 6 ай төлеген жағдайда 113.400 теңге аласыздар. 7 ай төленген жағдайда 132.300 теңге аласыздар. 8 ай төленген жағдайда 151.200 теңге аласыздар. 9 ай төленген жағдайда 170.100 теңге аласыздар. Және 10 ай төленген кезде 189.000 аласыздар. 11 ай төлеген жағдайда 207.900 теңге. 12 ай төлеген жағдайда 226.800 теңге алатын боласыздар. Яғни сіздер жүктілікті жоспарлаған кезде кемінде 5 ай бұрын салған жағдайда осы сумманы аласыз. 5 ай және сіздің жүктіліктің 7 ай, сонда 12 ай шығады. 12 ай толық төленген жағдайда сіздер 226.800 теңге до родовой декретный алатын боласыздар. Енді бұл төлемді сіздер Каспий приложениесі арқылы комиссиясыз төлеп отыра аласыздар. Және біреудің иін бойынша төлеуге болмайды. Ол үшін Каспийға кіресіз, госуслуги, отчисление для самозанятых, единый совокупный платеж дейсізде, иініңізді теріп, сол айға төлейсіз. Және өткен айларға төлей алмайсыз. Осыны ескеріп қойыңыздар. Бірыңғай жиынтық төлем төлеушісіне қандай жағдайда отказ келуі мүмкін? Яғни сіз жаңағы 30 айында больничный лист аласыз. Сол больничный листта сіздер дұрыс толтырмаған жағдайда, екіншіден декретке шыққан ай үшін БЖТ төленбей қалса, мысалы сіз егер май айында декретке шығатын болсаңыз, сіз май айына дейін БЖТ төлеуіңіз қажет. Бұл кәдімгі декреттен айырмашылығы, сіз басқа ИП мен декретке шығған кезде сіз сол декретке шығатын ай есепке алынбайды, ал БЖТ үшін бұл есепке алынады. Себебі салық кодексінің 774 бабына сәйкес БЖТ төлеушісі ретінде төленген күннен бастап сол айдың соңғы күніне дейін танылады деп көрсетілген. Енді, мысалы, сіз соңғы рет апрель айының басында төлесеңіз, сіз тек сол апрель айының 30-на дейін ғана БЖТ төлеушісі болып саналасыз. Мысалы, май айында декретке шығып, больничный лист өткізе алмайсыздар. Май айына төлем жасалынбаған болса, сіз жұмыссыз адам болып саналасыз, ал жұмыссыз адам декреттік төлем ала алмайды. Сондықтан больничный лист алмай тұрып, бірінші сол айға төлем жасап алыңыздар. Яғни түгел айлар кіретсіз, 30 апта қашан боласыз, сол айда төлеуіңіз міндетті. Сол кезде сіз БЖТ бойынша декреттен отказ алмайсыз. Енді БЖТ декреті қалай есептелінеді? БЖТ үшін айлық 60 мың, ең төмен айлық болып 60 мың саналады. Мысалы, дерлік сіз 12 ай қатарынан БЖТ төледіңіз, сол 12-ні көбейтеміз
60-қа, сонда 60-қа көбейткенде 720 мың теңге болады. 720 мыңны біз тағы да 12 айға бөлеміз. Сонда орташа есеппен сіздің жалақыңыз 60 мың болып есептелінеді. Сол 60 мыңды 4-2 коэффициентке көбейтеміз. Сонда 252 мың теңге шығады. Енді 250 мың теңге, 2 мың теңгені сізге қолыңызға бермеді, себебі ИПН, яғни подоходный налог 10% алады. Сонда сіз қолыңызға 226 мың 800 теңге алатын боласыз. Мен каналыма тіркеліңіздер, консультация қажет болса хабарласыңыздар. Сау болыңыздар.